вообще мүгедектік адам бұл тұнып тұрған бизнес. Қазақстанда 720 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат бар, иә? Мүгедектігі бар тұлға бұл биомусор. Тәуке хан 2 аяғы жоқ адам болған. Премьер-министрге мен кездестіңіз. Не шешілді? Сен қолыңнан келмейді, сенің орныңа сау адамды алғаның жақсы деп. Сенің бірден айтқанның орындалмайды. 2 аяғына 18 ота жасалды деген мәлімет жазылған екен де. Экс-президенттің атымен жасағысы келген азаматтар бар. Өліп қалам деп қорыққан жоқсың ба деп. Мен өлу туралы ойлаған жоқпын. Мен бірінші ойладым, менің артымдағы 3 балам жыламаса екен деп. Кешірмейді. Бірде-бір мүгедек жоқтаңдамаса екен. Ассалаумағалейкум, ардақтаған құрметті көрермен, Нартай Аралбайұлы каналында сұхбат. Бүгінде біз қашанғыдай жалпы біздің YouTube каналдың айнымаған дағдысы һәм дәстүрі бойынша қоғамдағы елдегі ең өзекті тақырыптың бірін қаузайтын боламыз. Жалпы елдің экономикалық ахуалы, әлеуметтік жағдай әл үстінде жүрген, кедейлікке тап болған қарапайым қазақстандықтардың өмірі және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мүмкіндігін одан әрі шектеп жатқан мемлекеттік органдар туралы қатал сөйлейтін боламыз. Және қашанғыдай біздің каналда анық статистика, нақты сандар, нақты межелі мәселелер айтылатын болады. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың спикері Серіков Таңсәуле Ғабдыманапұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жағдайыңыз қалай? Рахмет. Аллаға шүкір, жақсы. Таңсәуле мырза, бүгін бізге келе жатқан кезде сұхбатқа көшеде адамдарды көрдіңіз. Сол жұрттың жанарынан үміттің ұшқынын көп көрдіңіз бе, күдіктің бе? Түсініксізді көрдім. Олар көбінесе түсініксіз, қандай, қалай, ертеңім қалай болады деген көп нәрсе. Ол маған таныс нәрсе, өйткені мүгедектік басыңа кешкеннен кейін ол ең бірінші түсініксіз келеді. Ертеңім қалай болады деген. Ол көз жанарындағы келетін нәрсе содан пайда болады, содан белгілі. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының азаматтары неге күдікпен өмір сүріп жүр, сіздіңше? Ол сұраққа жауап бере алмайды екен, өйткені мен енді ертеңіне сеніммен қарау керек қой әр азамат. Сол себептен осы тұрғыда осы сұраққа жауап алмағаннан кейін күдікпенен өмір сүретін шығар. Әлемдік үлкен сараптамалық орталық бар, World Happiness Report деп аталады. Олар жыл сайын осы әлемдегі ең бақытты мемлекеттің тұрғындарына қатысты жаңағы рейтинг жариялайды. Кәдімгідей зерттеу жүргізеді, сараптама жасайды, сұхбаттар алады дегендей, иә. 2023 жылы сол рейтингке сүйенсек, ең бақытты елдердің үштігіне Финляндия, Дания, Исландия кіріпті. Үштігіне бұл алғашқы. Ал Қазақстан осы ең бақытты елдердің үштігінде 137 елдің арасында 44-ші орында тұр екен. Біз бақытты елміз бе? Енді жалпы санға қарасақ жаман емес. 44-ші орын деген. Іштей қарасақ сіздіңше? Іштей қарасақ, мен енді жаңағы мүгедектігі бар тұлғалардың мәселесі бойынша айтайын. Бәрі жаман деп айтуға болмайды. Бірақ барға қанағат етіп отырып қалуға болмайды. Болашаққа міндетті түрде ұмтылу керек. Жақсы. Сұхбатымыз енді біздің бұйырса қаңтарда жарыққа шығады. Мінекей желтоқсанның соңғы күні қаңтарда жарыққа шығады. Оны бірден көрерменге жеткізейік. Жалпы осы қаңтар айы бұл 2022 жылдан бері қазақ үшін үлкен қасіретті ай болып кетті. Қасіретті қаңтар оқиғасы дейміз. Сіздіңше 2022 жылдың қаңтарында халық, мен арандатушыларды айтпаймын, қарапайым халық алаңға не үшін шықты? Алаңға шыққаны ол піскен шиқан сияқты ғой. Бір күні бір жарылады ғой өзі. Ол болу керек еді. Енді қараңыз, қаңтарда көтерілген мәселелер бір болмады дейсіз бе? Ол болды ғой, баяғыдан келе жатқан нәрсе. Бірақ ол бірте-бірте шиқан құсап пісіп, содан кейін барып жарылған нәрсе ғой.
негізгі талаптардың ішінде мынау әлеуметтік жағдай, жұмыссыздық деген мәселелер алғашында енді халықтың тарапынан айтылып жатты ғой. Жалпы осының барлығының 30 жылда жүзеге аспауына не себеп? Толыққан жүзеге аспауына. Мемлекеттік көзқарас. Билікте сол кездегі 30 жыл билеген биліктегі азаматтардың көзқарасы. Жақсы. Сіз Қарағандының тумасысыз. Қаңтар оқиғасы кезінде Қарағандыда болдыңыз ба? Астанада болдым. Астанада болдыңыз, иә. Ол кездегі сезім қандай болды сіздің бойыңызды билеген? Бірақ нәрсе болды, енді бұл қатты ушығып кетпес екен деген. Алаңға шыққан азаматтардың жан айқайын мемлекет естісе екен. Сол азаматтардың жан айқайын жүзеге асыруға мемлекеттің, жалпы мемлекет басшылығының, үкімет басшылығының қауқары жетсе екен деген үміт болды. Енді жалпы қазір білесіз ғой, осы қаңтар келгелі, қаңтар оқиғасы туралы алуан пікірлер, алуан сауалдың жауаптары беріліп жатыр, өзіңіз білесіз. Үлкен саясат үлкен сұрақтарға жауап беруге мәжбүрлейді. Осы желтоқсан айында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кітабы шыққан кезде де көбісі осы Жаңаөзендегі жаралы болған жұрт туралы, қаңтар қасіретіндегі опат болған азаматтар туралы үлкен бір деректер айтыла ма екен деген түрлі ойлар болды, өйткені анонсында енді кетті ғой ондай мәселелер. Сол кітаптың ішін қарасаңыз, мысалы қысқа нұсқа ресми ғана ұстаным айтылады да, ұйымдасқан экстремистік топтар елімізде жаппай тәртіпсіздік орнатып террорлық шабуыл жасады дей келеді кітапта. Конституция талабына сәйкес билікті Сенат төрағасына берген кезімде бұл шешіміме көптеген адамның наразы болғанын анық білемін. Менің ізбасар ретіндегі жасаған таңдауыма наразылық білдіргендердің кейбірі президенттіктен дәметкендер деп жазады да, экс-президент. Жалпы президенттіктен дәметкендердің бірақ кім екенін атамайды. Сіздіңше осы сөздерге қарасақ, экс-президенттің қаңтар оқиғасына қатыстылар туралы айтқаннан айтары, жазғаннан жазары көп сияқты емес пе? Ол болашақта талай айтылады. Уақыты келеді, әр нәрсенің уақыты бар ғой. Соған ұстансақ, уақыты келеді, қаңтардың да қандай оқиғадан жүзеге асырылған. Бұл жерде халықтың қолымен жасағысы келген дүниелер. Бұның бәрі қазіргі биліктегі мысалы президентіміздің атын қаралағысы келген азаматтар. Оның бәрі экс-президенттің атымен жасағысы келген азаматтар бар. Халықтың қолыменен жасағысы келген азаматтар бар. Енді ол болашақта ашылады. Жақсы. Енді сіз жалпы қоғамдағы өзекті әлеуметтік мәселелерді жиі көтересіз, жиі айтасыз, оны әріптес ретінде мен жақсы білемін. Дей тұрған мен қарапайым ел сіздің парламенттің парақшасындағы ресми неңізге кіріп көреді. Биографияңызды қараса, мен де қарап шықтым, тек биографияңызды қарадым. Сол биографияға сүйенген адамдар ойлауы мүмкін. Таңсәуле мырзаның үлкен саяси қызметте болмаған екен, саяси қызмет атқарған туралы жаңағы мынау биографиясында тізімінде ешқандай жаңағы жол жоқ екен деуі мүмкін. Сөйтіп, бұл кісінің мәжіліске келуіне не себеп болды, һәм қалай келді деген сөз айтылуы мүмкін. Бұл сұраққа қалай жауап бересіз? Мүгедектігі бар тұлғалардың жан айқайын жеткізу үшін саясаткер болудың қажеті жоқ. Бірінші, өз басыңнан кешкен қиындықтарды халықтың, үкіметтің, биліктің алдына жайып беріп, соның шешімін іздеу үшін саясаткер болудың қажеті жоқ. Ол талапта емес деп отыр. Ал енді мәжіліске келетін болсақ, мен тұрақты кейспен келдім. Нақты жоба жоспармен. Өйткені өздеріңіз көрсеңіз, менің бірінші ең басты айналысқан нәрсем, мен өндірісте де қызмет еттім. Көп жылдар бойы мен байланысшымын. Негізгі мамандығым байланысшы. Қазақтелеком акционерлік қоғамында қызмет еттім. Жай қарапайым инженерден бастап. Одан кейін әр адамның өзінің хоббиі болады. Мынау оқытушылық, білім беру,
бұл менің хоббиім болған кезінде. Бірақ бірте-бірте ол өзімнің қызметіме айналған. Енді негізгі сол кезде мен өзімнің кейсіммен келгем. Көп жағдайларда мынау мүгедектігі бар аналардың, балаларды асырап отырған аналардың жайқын айқайын естігенде, төрт қабырғада қалып қойған мүгедектің жан айқайын естіген кезде, бар мүмкіндігімше, біріншіден өз мысалымда мүгедектіктің осындай дәрежеге жетуге болатын мүмкіндігі бар екенін дәлелдеу, екіншіден сол азаматтардың жан айқайын жеткізу, барынша мәселесін шешуге тырысу. Жалпы білеміз, қазір саяси қызметтің ішінде ең көп сыналатын саланың бірі депутаттар. Білесіз ғой, кез келген мәселеге әлеуметтік желіде біз тіктеп белгілеп кетеді. Қайда қарап отырсыңдар дейді. Сынау бар, ішкі кухняны көру деген және бар. Қазір осы мәжілісте қызметтің ішінде жүрміз. Сіз күткен һәм сіз күтпеген негізгі жайттар қандай болды? Дұрыс айтасыз. Ішкі кухня менен басқа нәрсе бөлек. Енді күткен менен күтпеген нәрсенің ортасын 9 айда жіктеп тура әр нәрсені өз орнына қою қиын да шығар. Дегенменен біріншіден, сенің бірден айтқаның орындалмайды. Бұл жерде міндетті түрде сен оны дәлелдеу керексің. Солай екен. Өзің сараптамаңды жүргізу керексің. Ол үшін өзіңде негіз болу керек. Ақпараттық негіз, білімдік негіз, жалпы қоғамдық негіз. Ал енді халықты да түсінуге болады. Жан ауырып, жан айқайын кімге жеткізерін білмеген кезде, ақырғы инстанция осы депутаттар деп ойлаймын. Сол кездегі шығатын ашынған сөздер. Сіздер қайда қарап отырсыздар, біз сіздерді таңдадық қой деп. Не үшін сайладық дейді. Не үшін сайладық. Халықтың да сыны орынды. Сол кезде бұл ақырғы инстанция деп білем. Өйткені көптеген жүздеген өтініштер келіп түсіп жатады ғой. Соныңдағы ең бірінші ақырғы инстанциям деген сөз көп қолданылады. Сол себептен ол кісілерді түсінуге болады. Енді бір нәрсені, ішкі кухня дейміз, сенің жан айқайыңды бірден жеткізу, бірден қабылдап алу. Өйткені депутаттықта көзқарас 30 жылда басқаша болған. Қазіргі өзіңіз білесіз, осы сайлаудағы көбісі айтып жатыр, 8-ші шақырылымның ерекшелігі басқа деп. Біз осы жерде көзқарасты дұрыстауымыз керек деп ойлаймын. Үкімет алдында да, халық алдында да. Енді өзге емес, өзім айтам, өз жайымды дейтін бар ғой қазақтың. Сол айтпақшы, көрерменге жаңа сұхбаттың алдында өзіңіздің рұқсатыңызды алдым. Жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығы үшін күресуге келгеніңізді өзіңіз жаңа айтып өттіңіз ғой. Енді сіздің ресми биографияңызға сүйенсем, мен тек қана сол жерде цитатаны айтайын. 2016 жылы бургер ауруы табылды, одан кейін 2 аяғына 18 ота жасалды деген мәлімет жазылған екенді. Жалпы бұл дерт не? Және мынандай да ой болуы мүмкін ғой. Мүмкін бір емделіп кетудің жолы болар ма еді? Бұл бір біздің отандық медицинадағы ақаулық емес па дегенде сөз болуы мүмкін. Өзіңіз туралы қысқа нұсқа айтып беріңізші елге. Енді қазіргі таңда мен өз бойымдағы дертті зерттеп зерделеген азаматпын. Мен жақсы білем, таңертең 7 мамыр күні тұрған кезде 16 жылы. Тізеден төмен қан жүрмей қалды. Оң жақ аяқ. Бір сәт таңертең тұрғанда. Оны ақсаңдап жүрдік, түсінбей жүрдім. Енді сосын кейін зерттеп, мен бүгінгі таңға дейін менің диагнозым 4-5 рет ауысқан адам. Ең бірінші амбулаториялық тромбонгит деді, екінші болезнь Бюргер деді, одан кейін вторичный антифосфолипидный синдром деді. Бүгінгі таңда синдром Такаясу деген ауруды қойды, соңғысын. Бұл дегеніміз не? Мынау күре тамыр аяқтарға, қолдарға баратын. Сол ішіне қабынаттағы жабылып қалады. Болды, қан жүретін жолдар жоқ. Ал енді оны
мынау тамырдың ең соңғы несі эндертері, оны кесіп алып тастаймыз дейді, бірақ ол басқа нәрсеменен болады. Жаңа кесіп алып тастады, ол технология шаптан кіреді да алып тастайды. Менде болған нәрсе. Алып тастаймыз дейді, кіріп алып тастады, бірақ 2 күннен кейін сол орынға ұзындығы 32 сантиметр тромба айналды. Ол тромбаны алған кезде 48 сантиметрге ауысты. Сосын айтты, ол болмайды деп. Одан кейін Мәскеуге бардым, жан-жаққа жібердік. Бір аяғымды сол Мәскеуде қалдырып кеттім. Екінші аяғымды 1 жылдан кейін 17-ші жылы екінші аяғымды кесті. Енді ол неше түрлі ем-домдар жасап көрді, химия беріп көрді, гормондар беріп көрді, басқа да дәрілер беріп көрді. Енді оны болмады. Ең соңғысы мынау 2020 жылы коронавирус ауруы келген кезде мен сол жақ бүйрегімді жоғалтып алдым. Өйткені жаңа ауру асқынып, уже аортаға келген нәрсе. Енді бүгінгі таңда Аллаға шүкір ол тоқтады. Сол бірақ бір нәрсе, медицинада да көп нәрселерді көреміз ғой. Аяқты дұрыс кеспеген ғой. Соны профессионал дәрігер кесіп, неге деген кезде сіз маған қаражат бермедіңіз деген сұрақ туындады. Енді бүгінгі таңда ол нәрсені мен ойламауға тырысамын. Медицинаның да бұл жерде олқылығы бар да шығар. Бірақ екінші жағынан медицинаны дамытқанда да зерттеуді дамыту керек. Бүгінгі таңда мен айтып отырған жаңа аурулар біреуі толық зерттелмеген. Неге пайда болады? Қалай емделеді? Және жаңағы диагноз қою деген бір үлкен проблема. Диагноз деген қою бір үлкен проблема. Өйткені жаңа бюргер деп сіз айтқан ауруда мен уже протезді жасатарды. Жан-жаққа жіберген кезде Израильдің дәрігерлері маған бір сұрақ қойды. Сіз күніне неше пачка темекі тартасыз? Мен айтамын, мен темекі шекпеймін. Онда бюргер ауруы емес дейді. Неге десе, бюргер ауруымен ауыратын адам ешқашан темекі тастай алмайтын адам. Ол бір күн темекі тастады ма, клиническая смерть болады ол адамда. Ол міндетті түрде постоянно темекі тартып тұру керек. Сондай аурулардың бар деп. Ал енді ол болмағаннан кейін, уже 2 аяқты беріп қойғаннан кейін зерттеудің қажеті қанша деп ойлап едім. Енді бүгінгі таңда уже бүйрек кеткеннен кейін сізде Такаясу синдромы екен деп. Жалпы жаңа медицина туралы айтып қалдық қой, енді елдегі мынау аталған мәселелерді зерттеген кезде елдің халықтың арыз шағымнан кейін зерттеп ресми мәліметтерді алдырған кезде төбе шашың тік тұратын үйлер болады. Оны сізде бізде бірігіп айтып жүрміз ғой. Мәселе мынау ауылдық жерлерде Қазақстанда 10 мың тұрғынға 17 дәрігерден келеді дегені бар. 17,8 дейді, 0,8 деген адам жоқ. Сондықтан 17 дәрігерден келеді, ал қалаларда 10 мың тұрғынға 54 дәрігерден келеді деген мәліметтер бар енді. Шынымен төбе шашың тік тұрады бұндай жағдайды естіген. Одан кейін сіздің өзіңіз ресми түрде мәжілісте көтерген сұрақта мынандай мәселені айттыңыз ғой. КТ МРТ аппараттарының саны өте аз дедіңіз. Республикамыз бойынша КТ аппараты 356, МРТ 389, тіпті Абай, Жетісу, Ұлытау облыстарында аталған аппараттар мүлдем жоқ дедіңіз. Аталған жақтағы азаматтар демек заманауи медицинадан тұтастай махрұм қалды десек болады, олардың жанына араша түсетін мүмкіндігі жоқ ол жақта деп. Аталған аппараттарға сүйенетін болса жағдайы. Мен соған таңғаламын. Мен бұл депутаттық сауалды дайындаған кезде мен өзім таңғалып қалдым. 3 облыс. Мен негізі бұл депутаттық сауалды ауылға арнап қояйын дегенмін ғой. МРТ, КТ ауылда неге жоқ? Ең құрғанда аудан орталығында. Өйткені онкология уже басталып кеткеннен кейін барып асқынып 3-4 стадиясы болғаннан ғана көріп өтеді, солай екен деп. Ал егер жаңағы аппараттар болатын болса, құрсын ол дайын тұрған нәрсе келді түс көр. Соны естім, облыс орталықтарында жоқ дейді, облыс бойынша. Ол қалай? Мен ойлаймын, ол адамдар қалай зерттеледі енді? Қалай? Өйткені оның алдында үлкен депутаттық сауалым болды, өзіңіздің есіңізде шығар. Мынау онкология мен онкогематологияға шалдыққан балалар бойынша жылына 500-600 балада анықталады. Күніне дейді, ана мен бала орталығына 15-20 бала келіп түседі. 150 бала жататын жерде 350 бала жатыр. Олар балалар 1 ай, 2 айлап жатпайды, жылдап жатады. Ана ата-аналар тамақ істейді өздері.
Ең бірінші кроваттың астына тығып істейді екен мультиваркамен. Кейін бір бөлме босатып, соларды дайындайды. Енді біз мысалы, жақсы ауру. Ал енді ол неге болып отыр деген бір болады ғой. Себебі неде? Себебі неде? Неге бұл дер кезінде анықталмады? Мүмкін бастамасы болған кезде ол емдеуге болатын ба еді деп ше. Уже болары болып бояу сонып кеткеннен кейін басталып жатады. Вот сол кезде жаңағы анықталған сұрақ қой. Мен соны айттым, мынау мемлекеттік бюджетте 600 миллиардқа жуық қаражат әлгі резервқа қояды ғой. Бетім сол резервтен алып беректі енді бұл жерге. Мамандарын барынша еліміз оқытай алмаса шетелге жіберейік. Легионерлерді бәленбай миллионға алып жатырмыз ғой. Сол дәрігерлерді алып келейік. Кеше айттым, бір Барыс хоккей клубына жылына 2,5 миллиард теңге айлық төлейік. Сол легионерді келгенше дәрігерлерді алып келейік та. Сол ақшаны сол дәрігерлерге төлейік. Бұл сонда сандалып бәрінің батасын аламыз. Шетелді іздеп кетпейді. Нақты пайдасын көреміз ғой. Адамды емдеп шығарса, демек ол пайда. Елімізге пайда, халқымызға пайда. Қандай жауап алдыңыз? Бұл жерде жауап алған кезде әлгі мысалдарын келтіргем. Біз 10 миллион теңге дәрігерге бере алмаймыз. Ауылға байлап қоя алмаймыз. МРТ аппараттарын мүмкіндігінше аламыз. Қаражат болған жағдайда. Тағы не деген? Сосын кейін әлгі резидентураны міндетті түрде оқытамыз дейді. Ол резидентура деген үлкен дүние. Оны дәрігер міндетті түрде оқу керек, егер ол дұрыс жүргізілетін болса. Бұл жерде жаңағы студенттерді резидентурада малай қылып қойды ғой. Бұлай орысша айтқанда бесплатно рабсила. Ол 110 мың теңге стипендиясын төлейді. Болды, ол таңертең кешке дейін жүреді. Оның бүкіл қызығушылығы жойылып кетеді ғой баланың. Одан ауылға барып қызмет етсе, неге мен 7 жыл дедім, 10 миллион теңгені бер, үйім бер, сол жерге отырғыз, 7 жылға отработкасын бер. Неге ол жерде 7 жылда отбасын құрады. Ол жерде халқымен сіңседі. Қазір мықты дәрігерлер ауылдық жерлерде. Мысалы, қалада ондай дәрігер таппайсың. Ауылдық жерде бір дәрігер, ол же хирург, ол терапевт, ол невропатолог, ол педиатр, бәрін білетін сол дәрігер. Әдәке сонда өзімізше тәке деп жатыр, мен жаққа араласамыз ғой. Демек сіздің сөзіңізге сүйенсем, ауылда кей дәрігерлер қаладағы мамандардан мықты ма? Мықты болып кетеді. Мен сізге бір мысал айтайын. Қарағанды облысында Шет ауданы, ол жерде Ағадыр кенті бар. Сол жерде хирург Жазбаев Есенжол деген бар. Ол хирург, ол педиатр, ол терапевт, ол гинеколог, ол акушер. Қаладан келіп, сол кісінің мысалын сол кісіден сұрайды. Ол хирург, өмір бойы хирург болды. Мынау бір тас жол бар ғой, Алматы менен Астананың ортасында. Сол жерде бір оңбаған бұрылыс бар, 90 градус. Елдің бәрі бір үйге барып соғылады. Бүткіл жол апаты сол жерде болады. Сол жердің милиционерлер бармаған жерде сол кісі барып аршып алып жүреді адамдарды. Сол кісі айтады, енді дәрігерлер келгенше қаншама вертолетпен емен басқа мамандар ұшып келгенше енді анаған бірінші қызметті атқару керекпін ғой дейді. Ол жерде көп нәрсе содан сол дейді. Сен дұрыс ең бірінші қызметін атқарсаң, сол дұрыс деп. Енді ол кісінің де уже жасы келіп қалған адам ғой. Или мықты онколог ана жол еңбегер ағамыз келді. Ол кісі де бәріне жете бермейді ғой. Ол кісінің айтқанын істесең, емделесің. Жақсы. Сіздің енді еңбек жолыңызға қарасақ, сіз ғалым адамсыз, PhD докторсыз, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигісіз. Скопс секілді мынау ғалымдар шыққысы келетін басылымдардың біразына 10-нан астам еңбегіңіз жарияланды, бірнеше жаңа ғылыми зерттеулердің авторысыз. Дей тұрғанмен, дәл қазір Таңсәуле Ғабдыманапұлы Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың үнін заң шығарушы органнан жеткізетін бірегей тұлға десем қателеспеймін. Сізге үлкен үміт артады азаматтар. Оның куәсіміз. Тәулігіне қанша хат аласыз? Күніне 30-40. Именно мүгедектігі бар тұлғаларға. Ал былай 100-ден астам хат келеді.
Қазақстанда 720 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат бар, иә? Оның 62%-ы еңбекке қабілетті жастар. Жалпы бүгінге дейін, осы 2023 жылдың аяғына дейін Қазақстан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қамқор болған ел деп айта аласыз ба, жоқ па? Былай айтайық. Мынау совет үкіметінен келген стереотип ол әлі қалыптасуда. Ол жерде қалай? Мен өз басымда да болған әңгіме. Мүгедектігі бар тұлға бұл биомусор. Қалай? Деген сауал болды. Елдің аяғына оратылып, сен не істеп жүрсің бұл жерде? Мүгедек пен ғылым екеуі бір-біріменен байланыспайтын дүние. Сен не істеп жүрсің бұл жерде? Деген сізге айтылған сөздер болды. Енді бұл қайдан келетін нәрсе? Бұл анау кеңес одағынан келетін стереотип. Сол әр менің ғылыми жұмысым. Кеңеске жаппау керек секілді, ол адамның санасыздық секілді ана сөздер. Енді ол мен түсінбеймін, мен соған жабаймын. Өйткені басқаша мен университетте сабақ беріп жүрген кезде жас өспірім балалар ғой енді. Ол жақсы қабылдайды. Жақсы қабылдайды. Мен ол кезде протез кимеген кезім, протезбен жүрмейтін кезім. Екі аяқ жоқ, коляскада отырасың ғой, кесілген жынсымен. Сол кезде ол кісілер балалар жай қабылдайды. Оны айтып жүрген маған үлкен кісілер ғой. Егде жасты азаматтар. Енді бәрін қорғап, әр ғылыми жұмысты зерделеген кезде, мен өз мысалымда ол мүмкіндік бар мүгедектік. Ал енді жаңағы сіз 62%-ға келетін болсақ, ол туралы депутаттық сауал жасаған болатынмын. Заң бар. Мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамтамасыз ету керек деген. Бүкіл мемлекеттік, квазимемлекеттік, жекеменшік мекемелерде әр штатқа байланысты квота бар. Сол жерде мүгедектігі бар тұлғалар жұмыс істеу керек деген. Өкінішке орай ол орындалмайды. Оларға штраф төлей салса болды. Сосын кейін штрафын төлей салады дағы, болды мүгедекті неткенше деп. Ал енді мен бір мысал айтайын. Мен жаңағы Қарағандыда мемлекеттік техникалық университетте қызмет етіп жүрген жерімнен осы Астанадағы Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті шақырды. Сіз келіңіз, ғалымсыз, біз докторантура ашуымыз керек, сіздің көмегіңіз қажет деп. Енді бұл бізде Астана болғаннан кейінде, енді болашаққа ұмтылу, магистратура, докторантура, енді ғалым болғаннан кейінде ізденесің ғой. Ол жаққа келген кезде университетте мен атаған мүгедектер тұлғаларға мүлдем жағдай жасалмаған. Ол кезде басшысы, ол кезде Қайрат Айтуған күнде көрді, мен қалай көтеріліп жүрмін, сатыдан қалай көтеріліп. Ол бір мезетте маған кіреберіс бүкіл жағдайымды жасап берді. Одан кейін қосымшада. Жалпы ол не айтқым келді? Мүгедектігі бар тұлға сол мекемеде, мемлекеттік органдарда, осы жалпы қоғамда толыққанды араласатын болса, ол кісілерге қатысты мәселелер шешіледі. Бұл жерде шектеу ғой. Осымен шектеп отырмыз ғой біз. Жұмысқа қабылдамаймыз. Көбінесе мүгедектігі бар тұлғаларға көмек дейді. Мен бұл жерде бұл сөзді мүмкін кезінде керек болған шығар бұл сөз. Көмек деген. Біз көмектесуіміз керек, жәрдемдесуіміз керек. Бұл басқаша қазір көзқарас болу керек, қолдауымыз керек деген. Құқығын таптамауымыз керек. Ол кісіге жалпы құқығын орындауымыз керек деп. Оған мысал, бүкіл жерде есіктерді алып тастап, бүкіл қараған халыққа терезеден кіріп шық десек, бәрі бірінші суретіне қандай сұрақ қойды? Менің құқығым қайда? Менің есік неге жасамайсыңдар? Мен есікпен кіріп шығу құқығым бар. Тура солай мүгедектігі бар адамдарға қатысты. Ол кісілер әр қызметті алуға құқылы, жұмысты істеуге құқылы, қоғамда толық белсенді араласуға құқылы. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды заңға сәйкес жұмысқа алмағандар қандай жазаға тартылады? Штраф төлейді. Қанша? Көбіміз. Жалпы мына сөзбен келісесіз бе? Қазір қоғамда бізде осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқығы десе тек пандуспен шектеліп қалған сияқты. Өйткені кейде көремін, бір жергілікті жердегі шенеуніктерде өздерінше коляска отырып пандуспен көтеріп, ол ең бастапқы мәселе ғой. Негізгі түбір астарында ғой.
соны бір көмкеріп қоятын секілді, иә? Енді қараңыз, мүгедек деген пандус құрса, кешірім сұрайын, бір жерге бітті, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жағдай жасап берген секілді көрініп жүреді өздері. Иә. Мынау мүгедек деген кезде қандай образ елестейді? Арбада отырған адам, иә? Оған бар жағдай не керек? Ол пандус. Тағы үшінші не керек? Ол қайыр сұрап отырған адам. Міне, образ солай. Ал енді 720 мың адамның ортасындағы жалғыз пандус емес ол керек. Пандустың да арбада отырған адамдарға кейбір жағдайда керек те жоқ. Ол еңбек деп шықса да шығады. Ал екінші жағдай, бұл жерде жалпы құқығын бұзбау ғой. Жаңағы ортасында есту, сөйлеу қабілеті бұзылған азаматтар. Оларға білім бағдарламасы 9-шы сыныптан кейін әрі қарай жасалмаған. Бұл зағип жандар, мүлдем жағдай жасалмаған. Бірде-бір буквари жоқ, Брайль алфавиті бойынша. Бұл мәселені айтпақшы мен зерттеп қазір қарастырып жатырмын. Біздің елде жоқ шықпайды, Ресейден алдыруға мәжбүр, өкінішке орай, әліпбиде, иә? Рас. Ал енді қараңыз, бізде цифрлық сауаттылық деп айтып жатамыз, иә? Ал енді бізде көп порталдарымызда зағип жандарға ештеңе жасалмаған, есту сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарға ештеңе жасалмаған. Дей тұрғанмен бағдарлама бар. Елден басқа жақтан іздеп келе жоқ. Өзіміздің Қазақстанның разработчиктарында бар. Ғалымдар да бар. Енді ана жол бір осы тіл комитетіменен сұхбаттасқан кезде мен айттым, алфавит Брайльдің қазақша варианты бар ма? Қазақша алфавит бар ма? Біз ойланып отырық дейді. Сіз қалай ойланасыз? Әуезов атындағы университетте Бала Шоқан, Абайдың қара сөздері алфавит Брайльмен жазылған. Демек бар ғой. Біз оны неге әрі қарай дамытпасқа? Зағип жандар сол университетте журналистика факультетінде оқиды. Мықты балалар осы YouTube каналдарды мықты осы Қазақстан танымал азаматтардан жасап жүріп ақша тауып отырған азаматтар бар. Ол демек мүмкіндік бар ғой. Жақсы. Осы тақырып қозғалған кезде сіздің айтқан бір сөзіңіз мен есімнен кетпейді. Былай дедіңіз, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, мүгедек азаматтар десем болатын шығар мен, енді нақтылап айтып жатырмын. Егер осы сөздер біздің көрермендердің кейбіріне жаңағы қатты әсер ететін болса, мен кешірім сұрайын бірден. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар біздің елде жұмыс жасап жүргендер кейде жұмыс орнында өздерінің мүгедек екенін жасыруға мәжбүр дедіңіз. Бұл не сұмдық? Өйткені олар қорқады, ертең жұмыстан шығарып тастайды деп. Жұмыссыз қаламыз, сен істей алмайсың, сен қолыңнан келмейді, сенің орныңа сау адамды алғаным жақсы деп. Сол үшін мәжбүр. Ана жол ол Тамара Дүйсенова ханым министр болған кезде мен сұраған осы сұрақты. Сіздің министрлікте ең құрғанда бірде-бір мүгедек жұмыс істей ме? Мен айтпаймын вице-министрдің, хотя бы департаменттің басшысы ретінде бір жалпы жақсы бір бөлімді басқаратын азамат десем, ондайлар бар, бірақ олар өзінің мүгедектігін айтқысы келмейді. Олар қоғамнан қалып қалсын. Жоқ, олай емес. Ол қорқады, ол жерден жұмыстан шығарып тастай ма деп. Ал енді біз әлемдік тәжірибеде алатын болсақ, елдің министрі, арбада отырған жан, мемлекетті басқарған, арбада отырған жан. Бәрін былай қойық. Қазағымызда Тәуке ханды бәрі біледі. 7 жарғының авторы 3 бидің басын жинап, 7 жарғызған. Өмір бойы 2 аяқ жоқ адам ол кісі. Бірде-бір осыны біз тарих дерегінде де көрсетуімізге болады ғой, мысалы. Меніңше әлі көрсетілмегенше. Ол ешқай жерде көрсетілмеген. Тек 7 жарғын жазған кім деп жазылады, бітті. Тәуке хан 2 аяқ жоқ адам болған. Демек, ол осындай қабілетке жетеді ғой. Біз Рузвельт айтпай қойық. Американың тарихында жалғыз президент 3 рет сайланған. Америкамен 50 жыл билеген. Басқасын айтпай қойық. Біз өзімізде. Енді ғылым саласына келетін болсақ, Саида Калыкова деген бар. Әлемде Бесақ академик Мира деген атақ иеленген адам бар. Өзіміздің жерлесіміз зағип жан.
Саясат Нұрбек болашақтың директоры болып тұрған кезде сол кісіні жіберген Италияға магистратураға оқуға. Қайтып келген кезде ол академик мира атағымен келген. Бізде опера балет театрында қызмет етеді. Енді біз осыны неге көрсетіп айтпаймыз? Мүмкіндік бар, ол бар. Сол себептен мен әр университетке барғанда да мүгедектігі бар балаларға айтамын, өтінем, сендердің өздеріңіз зағип екендеріңді, мүгедек екендеріңді жасырмай айтыңдаршы. Неге? Өйткені ауылдағы балалар, ауылмай қойсын, қала орталықтарындағы мүгедектігі бар балалар сіздерге қарап бой түзейді ғой. Менің мақсатым осы. Осындай жағдайда бір сөз айтылады. Сынасаң ұсын деген сөз айтылады. Бірақ жаңа сіздің сөзіңізге қарасам, министрлік өкілдері сіздің ұсыныстарыңыз әлі қаперге алғысы келмейтін сияқты, иә? Басын изейді ау. Бірақ жеме-жем келген кезде қош деген әңгіме айтады ғой. Жақсы. Түсінікті. Енді тағы бір маңызды мәселе. Бұл ақпаратты мен өзіңізден сұрап алған едім. Расымен солай ма дедім сұрап алғанда. Өткенде осы несиеге қатысты заңның таныстырылымы болды. Мәжілісте бәріміз несие туралы, несиенің пайызы туралы, қазақстандықтарды, қарапайым халықты осы банктердің арсыздықпен тонап жатқан туралы үлкен мәселелер айттық. Сынамаған депутат қалмады сол отырыста отырғанда. Бәріміз мәселені айттық. Сол кезде сіздің аузыңыздан шыққан фраза: Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандарға тіпті кредит те берілмейді деген сөз. Берілмейді. Оның басқасын айтпай қой, менің өз басымда. Тұтынушы кредитті бермейді. Сіз айтасыз, ой, мен жұмыс істеймін. Менің мен әлеуметтік қорғалған адаммын. Мен пособие аламын. Сен берсейші десең. Енді мысалы, сен фотоға түсіресің, ақпаратты жібересің орталықтарға. Сен түсір былай деп мен көріп тұрмын ғой. Бұл адами факторға жүріп жатса болды емес, не проблема олар? Жоқ, олар пенсионный фондтан. Енді екінші мәселе, мен осы Астанаға келген кезде ипотеканы оформлять еттім. Отбасы банкада. Менен уже жабылып қалған банкіден справка сұратты. Казкоммерцбанкіден сіз 2006 жылы бір күнге 4300 теңге кредитіңізді просрочка жасап алыпсыз. Соны жапқан туралы справкаңызды алып деді маған. Мен сен қалайсың? Казкоммерцбанк жоқ. Оны Народный банкыға берді. Халық банкі енді мен жалақымды аламын. Құрсын бір 4300 теңгені төлеген шығармын. Мен саған жұмыс орнына справкамды әкеп берейін. Болмаса қазір төлеп берейін. Мен болмаса қазір төлеп берейін. Мен оны неге болғанын да білмеймін. Жоқ, сол справканы әкеп беріңіз. Халық банкына бардым. Филиалының басшысына бардым. Осындай деп. Ол кісі күлді, жақсы деп, Казкоммерцбанкінің бір офисі қалыпты екен Алматыда. Сол жерден ақпаратты сұрады, справканы берді, мен апарып бердім. Что ол, бір күн болған ойлаған кредитный лимит дегендер болатын. Сол кезде сен жалақың алғанға дейін бір күн кешігіп берілген, автоматты түрде жасалынады. Оны мен өзім де білмеймін. Сөйтсем, соң кейін жаңа справканы апарып берсем, сіз справканы әкелдіңіз ба деп сөйлейді. Сізге не ағып берді? Негізі бұл справканы бермеу керек дейді. Сен бермейтін болсын, неге сұрадың сен менің бұны? Біз кішкене сескендік, біз қорықтық. Сіз вообще төлей аласыз ба бұл ипотеканы? Дейді, мен неге сен сескеніп тұрсың? Мен университеттің профессорымын. Менің жалақым бар. Төлемесе шара қолдан. Сен шара қолданасың. Мен барлық құжаттарымды әкеп тұрмын. Натапшылы менің алайын деп отырғаным, менің ай сайынғы пенсиям бар. Содан алуға болады. Мен әлеуметтік қорғалған адаммын. Десем, және үй өздерінде залогта тұрады. Үй өзіңде залог тұр. Жоқ, оған еще сен 50%-ын қоясың ғой. Оған альтернативный тағы бір недвижимость. Сонда 3 рет, 4 рет қорғалып тұр. Сен не нәрседен қашып тұрсың? Деп сөйтіп сұрасам, маған жаңағы бедеді орысша. Вы же понимаете, что есть риски деп сөйтеді. Сосын айтым, айналайын. Риски болса, риск чего? Смерти? Десем, да дейді. Мен айтам, а ты сама защищена от этого? Бүгінгі күнде өлімнен кім қорғалған? Енді осы тұрғылған кезде. Или мен мысал кеп жасадым, Емельяновтар. Олар сол огородты жасайды, огород өсіреді, екеуінің де аяғы жоқ. Еңбектеп жүріп жасайды. Оны өскеннен кейін тұздайды. Сол бір 100 банка.
сол 100 банканы саттырмайды ғой ана бейшараларға. Сатып алатын өздерінің подписчиктары, өзінің тұрақты адамдары. О кісілер еще ауылда тұрады. Қарағандыдан Шахтиндің Шаханның ар жерінде Северный деген ауылда тұрады. Иә, сол жерге кісілер барады. Елдің бәрі бара бермейді ғой. Сол қаланың орталық базарында сол ауыл шаруашылық базар бар. Сол жерге десе жаңағы екіншісі екеуі сол бір холодильник дейді, 100 мың теңге. Соны біз дейді, енді жайлап жабамыз ғой. 10 айға бөліп тастаса дейді. Соның өзін бермейді ғой бізге деп сөйлейді. Міне, бізде адамға деген көзқарас. Неше еңбек етіңдер дейміз елдің. Түсінікті. Ендігі бір маңызды дүние бұл мынау 720 мыңнан астам мүгедектігі бар тұлғалар бар дедік. Елімізде ресми дерекке қарасақ 203 мыңы қозғалыс аппарат жүйелерімен тіркеуде тұр. 25.345 адам арбамен жүреді. Осы арба деген мәселеге қатысты. Мен жазда халықпен кездескенде осы арбаға қатысты көп назын айтты халық. Өйткені айтады, әкімдіктер арбаларды береді белгілі бір уақытта, оның арнайы бекітіліп қойған сумасы бар, иә, ол сумадан асып кете алмаймыз дейді. Және бір мынадай мәселе туындады, бір кісіде бірнеше жылдан кейін, 3 жыл ма 4 жыл ма өзінің бір несі бар ғой, периоды ресми түрде беріледі. Оны да айтам. Далада жүретіндер. Азаматтар айтады да, осылай берген дейді осынша жыл. Одан кейін бір жылдан кейін жаңағы бір кісі кәсіпкер келіп сыйлапты басқа жақсы арбаны, мемлекеттің берген быт арба дейді да. Жақсы арба сыйлапты, бірақ енді быт арбаның берген кезеңі өтіп, жаңа арбаға запрос берсе айтады дейді. Одан кейін бір жылдан кейін сен кәсіпкер сыйға берді ғой. Значит, сен арбаны келесі жылы аласың деп айтады дейді. Мен айтам дейді, айналайын, мен бюджеттен алған жоқпын ғой, оны бәшейін бір қол ашық адам келіп сыйлайды ғой десем, жоқ деп айтады дейді. Және қазір біздің елімізде арба жасап жатыр екен деген және бір дерек келіп жатыр. Осының бәрі шын ба? Мына проблеманы ашып айтыңызшы. Арба деген мәселе бұл бірінші, бұл вообще мүгедектік адам бұл тұнып тұрған бизнес. Мүгедек адам бұл бизнес көзі. Бұның памперсі бар, бұның медициналық жабдықтары бар, арбасы бар, протезі бар, анау кастиль дейміз, басқасы бар. Бұның бәрі бизнес. Оның ортасында мықты бизнес бұл арба. Бизнес нес? Вот. Мен соны ұқтырамай келдім. Мүгедек адамға қатысты заттарының қалай ол бизнеске айналуы мүмкін? Ол адамның жасанды қозғалатын дүниелері ғой. Енді жаңа бұл мемлекеттің жауапкершілігі болды. Иә. Ал енді мен жаңағы сізге нені айтайын? Арба туралы айтайын. Үйде жүретін арба 7 жыл, далада жүретін арба 5 жыл. Бұдан басқа мобильді арба дейді, мына менің отырған. Бұл қымбаттау келеді, және бұның да жүретіні 5 жыл. Бұл алу үшін сен ең бірінші доказывать етуің керексің. Сен жұмыс істей аламын, мен жұмыс істеп жүрмін, бұндай арба маған керек деп. Құжаттарыңмен, қағаздарыңмен, сосын кейін очередьке тұрасың, сосын кейін сатып алу көзін айтады саған қай жерден екен. Сен сол жерден барып аласың. Өз бетіңше барып аламайсың оны. Ол екі. Үшіншіден бұның сапасы. Сапасы деген өте бір нәзік нәрсе. Өйткені көбісі ойлайды, бұл арба адам отыра салып жүреді. Ол жерде тұрған әр тас, қиқым, бұл арбаның баллоны арқылы сенің жамбасыңа, омыртқаңа келіп өзінің әсерін беретін нәрсе. Ол 8 сағат, 9 сағат, 10, 12 сағат отырады арбам. Мысалы, мен өзім, ол адамның жамбасы өліп кетпеу керек. Мына көпшік, сол жақсы көпшіктерің $1000 басталады. Ал арбаларың, жақсы арбаларың 2,5-3,5 миллион теңгеден басталады. Ал енді біздің елімізде келетін, Қазақстанда шығарылады дейді. Бірақ Қазақстанда оның жазуы бар ғой, солған қазақстандық, қалғаның бәрі Қытайдікі. Бұл бизнес Қарағанды облысында осы үшін облыс әкімінің заңы, управление жаңағының Сәбездің облыс орталығындағы басшысы, бір ұйымның басшысы, бәрі 7 жылдан бостандығынан айырылған. Демек, жергілікті жерде билік өкілдері сол қажетті 2,5-3 миллионға арба алып бере ме мүмкіндігі шектеулі азаматқа? Қайда? $1000 көпшілігі ме? 70 мың, 80 мың теңгелік коляска. Соны айтып отырмын. Өзі ойлаңыз. Мен мысалы мынаны маған портал арқылы өтірік айтпай 500
52 мың теңгеге берді. Бірақ мен алғанмен 1,5 жыл болды. Мен 7 ме 8 рет күрделі жөндеуден өткіздім. Оның баллоны бар. Сен жақсылап тұрып бар жерден бір секірсең, ол анау жаңа 70-80 мың теңгелі. Иә? Екі даңғылақ екі жаққа айырылады ғой. Енді ойлаңыз. Осы мәселеге не дейді енді? Сіз көтеріп қатқаныңызға 1 жыл емес қой. Иә, ол дейді. Біз жылдан жылға жақсартамыз. Биыл жаңа 7 жыл мен 5 жылды бір жылдан шегерді. Иә. Кешіріңіз енді, керекті арба 2,5 миллион тұрады, сен беретін 70 мың теңге. Қашан жетесің сен? Үкіметтің ақшасы жоқ. Сол 70 мыңнан 90 мыңға көтерер, жақсы. Енді өйткені ол сен ақшаң жетпей тұрса, басқаша былай айтады. Сен өзің қостағы, осы мемлекеттің беретін ақшасына қостағы, сен ал дейді. Ал енді бұл арба былай тұрсын. Мемлекет 70 мың теңге береді, сен 2 миллион 430 мың қосып алып ал дейді ғой сонда. Енді мысалы солай ғой. Ал енді бұл былай тұрсын, протездерді айтсаңызшы. Біздің елде 3-4 қана адам бар. Олардың өзі маман емес, олардың өзі Ресейден амал жоқ оқып келген мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Мен осы тақырып жалғастырайық. Мен Жәнібек ауданына барғанда, Оралдан ары қарай, мен депутат ретінде кездесуге барғанда, ары қарай 500 шақырым жер. Сол жерде бір ана келді, осы жаңағы арнайымда тірек қимал аппарат несі бар екен, жаңағы бекітілген. Соны енді жөндеу керек дейді, жөндеу үшін анау Алматыға апаруым керек, оның өзі кезекке тұру керек, ал мен қазір енді жүре алмай отырмын дейді. артес. Иә. Енді менің сауалым бойынша сол, бұл кешегі күзетші бүгін протезист болып кетеді. Ал енді әлемдік тәжірибеде протезист, ортопедист деген бұл медициналық маман. Енді қараңыз, бұның мысалы айтайын. Көзді, құлақты, омырауды, мұрынды, қолды, аяқты ампутация жасар кезде хирург, ол жаңа протезист, ортопедистпен ақылдасады. Мен мынаны қалай кесейін деп. Ертең аппарат жасайтын сен ғой деп. Иә. Ол сосын айтады, сен бұл ембірші ауруына байланысты. Сен мынаның етін көбіректеу қалдыр, я болмаса сүйегін көбіректеу шығар, я болмаса етін алып таста мен қатайтатын. Енді ол протезист, ортопедистің мәселесі. Көп сөйледі, протезистің екі аяқ қолға айтып бірдеңе кесіп қояды, болды деп. Ал енді біз енді қараңыз, бас сүйектің жартысын алып тастаған кезде. Протезист, ортопедист, мұрынды алып тастаған кезде. Құлақты алып тастаған кезде. Жақсы сүйекті алып тастаған кезде. Біз мысалы Алла сақтасын, біреуін жақсы сүйекті айырбастау керек болатын болса, бізде маман жоқ қой. Ол да протезист, ортопедист. Мүлдем маман жоқ бізде. Бізде жоқ қой. Енді тірек қимыл аппаратына келетін болсақ, бір протез мен екі аяғыма санаттым. Просто көрейінші, мен осы жақсы оттабоктың екі аяғын салдыруға қанша 37 миллион теңге санап берді. Енді мен сізге бір қызықты айтайын. Бұл протездердің 3 жыл мерзімі бар. 3 жылдан кейін саған ол қаражатты қайтын табу керек. Қайтын жасау керек ол. Ал енді сен күнделікті көп, сен жүгіретін болсаң, сен жүріп тұратын болсаң, оның қолдану мерзімі азаяды ғой. Сол себептен біз мамандарды біз өзіміз оқытып алуымыз керек қой. Дамыған елдердегі жағдай түсінікті. Ал осы Орта Азиядағы мемлекеттерде осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да қатысты біз айтып отқан проблема бәрі оларға да тән бе? Әлде оларда алға кеткені бар ма, әлде кері кеткені ба? Орта Азияда мысалы Қырғызстан, Өзбекстан. Енді о жақтарда мен естімеппін. Мықты не дейді. Бұл жерде ең бірінші еститініміз ол Германия оттобок. Мынау Ресейде оттобоктың филиалдары болатында, бізде Қазақстанда болмайтын. Ресей мемлекетіне шектеу жасағаннан кейін бізге Қазақстанға келіп отыр ол кісілер. Ал енді қазір түрік ағайларымыз шығып жатыр. Олар өздерінше сол Германияның, Американың аналогтарын өздері жасап, арбаны жасап, сапалы жасап, Medicare International деген осы Алматыда Талғар ауданында ашты, жасап жатыр. Бірақ қымбат болғаннан кейін әйтеуір Қазақстан халқына қоры бар ғой. Сол жерден балаларға, жасөспірімдерге, мысалы 25 жасқа дейін деді ғой деймін. Сол уақытта аралықтағы азаматтарға осы протез жасап беріп жатыр. Түсінікті. Қазақстан халқына қоры деп қалдыңыз ғой, бірақ олармен де қазір мен үлкен жұмыс жүргізіп жатыр ғой, өйткені өзіңіз білесіз, микротия және атрезия патологиясына шалдыққан балаларға қатысты мен депутат сауал көтердім. Одан кейін бүкіл осы министрліктер бар, бәрін шақырып жиын өткізіп бірнеше дөңгелек үстел. Қазір енді
біраз соғысып жатыр шын айтқан кезде. Өйткені мені қатты ашындырғаны, Қазақстан Республикасында балалар бір құлақсыз келсе өмірге мүгедектік бермейді, екінші құлағын естиді ғой. Мен айтамын, не ақымақтық ол. Адамның ағзасы 100% жұмыс істеу керек, жартысы істемей тұр. Сөйтіп дөңгелек үстелдер өткізу барысында түсінгеніміз, екі құлақсыз болса бала оған да бермейді екен, екінші дәрежелі естімейтін болса, үшінші дәрежеге жету керек дейді. Сонда мен еңбек министрлігіне айтамын, айналайындар-ау, онсыз да екі құлақсыз өмірге келіп тұрған баланы сен одан әрі естімегенше күтіп отыр дегің келе ме? Мыналарың не сұмдық деймін. Бұл бір. Екінші, олар мүгедектік бермегесін денсаулық сақтау министрлігі жаңа аппарат та бермейді. Берген аппараттар сапасыз. Қаншасын мен жаңағы нетіп жүр, қиналып. Одан мен айттым ғой. Мынау Америкада мықты маман бар екен, соған операция жасату керек дедім. $105,000 көлемінде. Барып келген балалар бар емдер. Өте жақсы. Осында Қазақстандағы дәрігерлер қарап, сол отырыс келіп айтып отыр, бесподобно дейді. Керемет дейді. Сөйтіп жаңа біздің еңбек министрлігінің денсаулық сақтау министрлігінің айтатыны ғой, жаңа жиында ата-аналармен. Былай дейді, депутаттар да жиналып отырмыз бәріміз. Сөйтсек айтады, Америкада дәрігерге біз шықтық дейді, байланыса алмадық. Сыртқы істер министрлігі арқылы шықтық, байланыса алмадық дейді да. Сөйтсе жаңа ата-аналар жылап жіберді сол кезде, Таңсәрия мырза. Көрсетіп отыр да зуммен. Біздің уақытпен кешкі 8-де жазса, оларда күндіз ғой. Біздің уақытпен түнгі 2-3-терде, оларда күндіз болған кезде ана дәрігердің өзі жауап береді екен де, сол күні кешке зуммен байланысқа шығады екен. Мен айтамын, сонда Қатардағы ана мен әке байланысып отыр, сендер неге өтірік айтасыңдар осылай деймін да. Осы мүгедектік мәселесі ғой, енді Қазақстан халқына қоруда қаражат бермей отыр балалардың баруына. Осы мәселені ары қарай зерттеп келген кезде, сол ата-аналардың жылап айтқан бір мәселесі, оны сіз бәріміз де көтеріп жүрміз, сіздер өте ашынып айтып жүрсіздер. Мынау Қазақстандағы мүгедектікті растау жөніндегі нөмір 260 бұйрық, мен қателеспесем, осы жөнінде тарқатып айтыңызшы. 260 бұйрық, мұның алдында 44 бұйрық деген. Бұл жерде мен білмеймін қандай эксперт бар екен. Енді бір аяқты айтайын. Бүй дейді. Тізеден төмен болса, өзінің сантиметрі бар ана. Үшінші топ беріледі. Тізеден жоғары болса, оның да сантиметр бар. Екінші топ. Кешін сұрайын, ампутация жасалатын болса. Ампутация жасаңыз. Енді мен айтам, жақсы. Тізеден төмен болса да жоқ қой екі аяқ оның. Вот. Ол бейдейді. Вот шетелде протезбен күшті жүріп кеткеннен кейін одан мүгедек алынып тастайды дейді. Мен айтам, сен ең бірінші сол дәрежеге жетіп ашайшы. Сен тұрақты түрде протез жаса. Бұл протез деген нәрсе, бұл аяқ киім емес. Бұл жасанды орган. Оның айылына ма, сен сол елді мекенде бір маман әкеп отырғызып қой. Бұлтын бұрап тұратын. Меркасын дұрыстап қарап тұратын. Ал енді балаға, өсіп келе жеткен балаға, 3 жасар, 4 жасар баланың аяғын ампутация жасаған кезде, ол 2 ай сайын протезін айырбастап тұру керек. Ана культоприемник дейді, аяқтың басына киетін. Дүниенің бәрі сол жүрді. Аяқ киім апта сайын өсе береді аяқтар ол. Вот. Енді жаңағы сіз айтқан протез, артездар, ол омыртқаны ұстап тұратын, солардың өзі коррекция жасалынып отыру керек. Сен сондай дәрежеге жетең бірінші. Сосын кейін айтты. Ал енді жоқ аяқпен істейді ол аяқ өсіп кетпейді ол. Бізге жаңағы МСК-тен, ФТЭК-тен айтатындар, вот айтады, аяқ өсіп кетпейді, қол өсіп кетпейді деп. Вот бізге бүйтеді, сөйтеді деп. Ол рас қой. Енді халық ол әлгі 70-80 мың теңгеге қарап тұрған жоқ қой. Әлеуметтік жауапкершілік деген бар. Сосын анау ең сұмдығы жыл сайын ба шақырып дәлелде дейді ол. Біз өткенде қол аяқ өсіп кетпейді ғой, оның бітті ғой ол. Тұнып тұрған коррупция. Мен бейдейді. 50-дегі кісі маған хат жазды. Мен сауыл кезінде айтқан болатын ол туралы. Туған кезде баланың қолын шығарып алады. Сол қол дамымай қалып қояды. Ана қол жұмыс істемейді. Ол кісі 50-ге келді. Жыл сайын барып не алады. Анау сол туғандағы қол болып қалып қойған ғой. Кішкентай. Соны растайды барып. Енді мен сұрайын министрліктен. Сендер не істеп жатсыңдар? 2 аяқ жоқ болса, 1 аяқ жоқ болса, аяқтың мәселесі бөлек. Ол жүріп тұру ғана болды. Ал енді қолдың мәселесі. Ол ұятта болса айтайын, дәретке бару мәселесі. Қолдың функциясы өте көп қой. Сен бір қол жоқ болса, сен қалай үшінші топ бересің сен? Или сен бионический қол жаса, $50 мың тұратын, $150 мың тұратын. Қолды жаса, сосын кейін айт.
жасап бердік деп деші. ол қол мықты деген қолың, жаңағы бионический қолың, ол 10% сенің рас қолыңның 10% функциясын орындайды. Соның өзі сондай ақша тұрады. Енді қалай ол? Проблема өте көп, ашынып отырмыз. Сіз осы мәселелер жөнінде премьер-министрге кездестіңіз. Не шешілді? Мен бүткіл депутаттық сауалымды, өйткені ыңғай сырғыма жауап келеді. Сырғыма жауап келеді, біз келіспейміз деп келеді. Сол жауаптар. Бүткіл депутаттық сауалымды жинап алдымдағы бардым. Мен міне осындай сауалдарды жібердім сізге. Осының 100% маған шешіп бер деп айтпаймын. Мүмкін мен де қателесетін шығармын. Мүмкін үкіметтің өзінің көзқарасы бар шығар. Может, действительно бюджеттен ақша жетпейтін шығар. Одан да маңызды нәрселер бар шығар. Мүмкін бір керемет шешімдері бар шығар дейсіз ғой. Мен білмеймін ғой. Сол себептен айттым. Максималды түрде маған осы сұрақты шешіп беруге тырысыңызшы. Дұрыс көзқараспен қараңызшы. Өйткені үкімет билеп отырған азаматсыз ғой. Менің артымда 720 мың мүгедек тұр. Соның айқайын жеткізіп келетірмін. Әрқайсысын сауалын алсаңыздар да, бұл тікелей кейбір кезде қатысы болмаса да мүгедектігі бар адамдарға қатысты. Осы сұрақты шешейікші дедім. Өйткені бір мүгедектің артында кем деген 2 адам бар. Атасы, анасы, болмаса жолдасы, балалар. Сонда сен 720 мың емес, 3 миллион, 4 миллион адамның жағдайын жасап тұрсың. Осыны көрейікші деп. Өзіңіз білесіз жауап қалай болады. Жақсы? Мен премьер-министрмен кездескен жоқпын, сондықтан білмеймін. Жақсы, көреміз, қарастырамыз деді. Болды. Онда мынадай сауал. Жалпы президент Қасым-Жомарт Тоқаев мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мәселесін үнемі айтып отыратынын білеміз өзіміз. Енді мысалы қысқа ғана 1-2 мәліметті қарасақ, биыл мысалы ресми мәлімет былай дейді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек министрі Светлана Жақыпованы қабылдағанда мүмкіндігі шектеулі адамдардың мәселесін шешуге айрықша назар аударып, осы санатқа жататын отандастарымыздың тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін заңнамалық және институттық базаны жетілдіруге қатысты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды дейді. Бір деп қойыңыз. 2022 жыл маусымда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды дейді. Бұны 2 деңіз. 2023 жылдың маусымы мемлекет басшысы мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға факультативті хаттаманы ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды делінеді. Бұндай жаңағы құжаттамалар бірнешеу, аз емес. Қай тоң мойын шенеуіні атқармай отырған жұмысты? Президент өзіңіз көргендей айтып жатыр. Заңдарға да қол қойып жатыр. Заңдарға қол қойып жатыр. О кісінің де шырылдап атқаны да орынды. Оның мәселесі міне, біз келіп отырмыз 6 фракциядан 6 депутат. Өзі сенатқа апарып 1 депутатты әкеп қойып отыр. Ләззат ханымды. О кісі жаны ашымайды емес. Бұл жерде сіз өзіңіз айтқандай тоң мойын. Атқарушылар. Атқарушылар. Инвалид подождет деген әңгіме бар. Күте тұрады. Бәрібір отыр ғой. Бәрібір мүгедек қой. Күте тұрады. Міне осы көзқарас. Кейбірлер келіспейді. Неменеге мен қараймын деп. Мен мынау ғылым және жоғары білім министрінің штаттан тыс кеңесшісі болып жүрген кезде жол картасын әзірлеген болатын. Мүгедектігі бар тұлғалардың жоғарғы білім және жоғарғы білімнен кейінгі білім алу қағидасы деген. Сонда университет басшыларымен, ректорлармен кездесіп отырған кезде кейбір ректорларың шығып кетеді зумнан. Болмаса жиналыста шығып кетеді. Мынау қалай? Бұған менің қатысым жоқ қой. Қалай сенің қатысың жоқ қой? Сен білім беретін ордасын жасап отырған емессің бе? Саған любой уақытта мүгедек келуі мүмкін ғой. Сен соған қабылдап алуға, жағдай жасауға барсың ба? Сен дайын болуың керексің ғой оған. Тек қана мүгедек адам өзінің құқығын өзі қорғалай алады. Дұрыс деңгейде. Сау адам келіп, мүгедек адамның жағдайын жасай алмайды ешқашан.
оны біз қабылдауымыз керек. Я болмаса тікелей болмаса да сол мүгедектігі бар адамдарға қатысы бар азаматтар ғана осы жағдай жасай алады. Неге? Баласы, туысқаны, жолдасы, иә, ол сол өзінің бойынан өткізгеннен кейін барып сен оны түсінеді. Ал егер өзіне қатысы жоқ болса, аш бала мен тоқ бала ойнамайды ғой. Ол немқұрайлы қарайды ғой. Міне мәселе осында. Енді біз айтамыз, үлкен адамдарды былай қояйын. Балалар ғой, енді олар енді болашағы бұлыңғыр болмау керек қой. Бірдеңеге қарап ұмтылу керек, бірдеңеге қарап бой түзеу керек. Ол онсыз да тағдырдың тәлкегіне тап болып отыр. Біз мысалы менен көбісі ойлайды, мына 18 отада сен дейді өліп қалам деп қорыққан жоқсың ба деп. Мен өлу туралы ойлаған жоқпын. Мен бірінші ойладым, менің артымдағы 3 балам жыламас екен деп. Менің артымдағы 3 балам ертең жаутаңдамас екен біреудің алдында. Өйткені қараңыз, мүгедек болу бір бөлек, мүгедек адамның баласы болу бір бөлек. Бұл сұрақ өте ауыр. Мен бірақ айтайын, мысалы менің қызым 3 балам бар, соның қызыма қатты көңіл бөлем. Мен аяғым кесіп тастаған кез, ол кісі қызым не ететін еді, шығыс бимен айналысатын еді. И бір жаққа жарысқа баратын болды. Жаңағы жарыстағы классындағы балалар айтты, Ажар сен бармайсың деп. Неге дегенде, сен папаң инвалид қой, сен бармайсың деп. Қызым келді, алдыма отырып апты. Папам менде 2-3 теңге бар, мен барайыншы деп. Мен сол кезде өзіме сөз бердім. Мен балалар алып, ешқашан біреуге тәуелді болмайды, біреуге жау таңдамайды деп. Қазіргі таңда мәжіліске келгендегі менің мақсатым осы. Бірде-бір мүгедек кешірмейді. Бірде-бір мүгедек жау таңдамас екен, біреуге тәуелді болмас екен деп. Заң шығарып жатыр президент. Бірақ орындаушы билік нақты. Дейді, мүгедектер иждивенцы дейді. Масыл дегендері ғой. Масыл. Халықтың мойнына масыл болып отыр дейді. Ол масылдық емес. Сен жағдай жаса, мұны басқа көзқараспен жақсы. Мүгедекке жағдай жасасаң, бірінші үш рет сен өзіңе жағдай жасап отырсың. Саған масыл болмас үшін ана мүгедек. Өйткені бір пандусты мысалы мен кіріп жатқан кезде айтамын ғой, маған көмектесіп жүріңізші, итеріп жүріңізші мені деп, ол жақсы деп көтеруі мүмкін, екіншісі деп бір, үшіншісі уақытым жоқ деп. Міне осындай болмас үшін, әлгі сұрамас үшін емес, біреуді мазаламас үшін сен сол жағдай жасауың керексің. Мәселе пандуста емес, мәселе білімде, мәселе әр қызметтің қолжетімділігінде. Чтобы ертең ол мүгедектігі бар тұлға сенің мазыңды алмасын. Өзінің үйін өзі алсын, өзінің жұмысын өзі тапсын, өзі нәпақасын өзі, өз кредитін өзі алсын, өз көлігін өзі алсын. Біз айтамыз, анау автопром дейміз. 3 категорияны алайық. Анау ментальності жоғалмаған азаматтар, тірек қимыл, есту, сөйлеу және де көзу, көрмеу, зағип жандар. Үшеуінде тек қана тірек қимыл аппараты. Оның өзі барлығы емес, көлік айдауға мүмкіндігі бар. Енді инва-такси, басқа да жанталасып жатады. Анау балаларын тасып жүрген аналарға. Я болмаса сол машина айдай алатын мүгедектерге сен бәленбай преференция беріп жатырық біз анау автопромдарға. Бүкіл құралын тегін әкеледі, мемлекеттен қосымша қаражат береміз, оны өткізіп береміз, оның күнде марканы кіргізбейміз, бәрін жасап бердік қой. Бір көлік жасашайшы сен. Я болмаса сол кеңес уақытындағында бір инвалидка машиналар берді ғой. Сен бір отбасына сол бір машина бершеші. Сол өздері таксовать етеді ма, жұмысына барады ма? Керек болса несиеге бер, өз несие. Ол емес, сол 4% несие. Тегінде сұрап отқан жоқ азаматтар. 4% несиемен берсейші. Жоқ. Ал енді анау ішіндегі қолмен айдайды. Мен өзім сол өзім сияқты азаматтардан достарымнан барып, мен жасап беріңдерші деп. Мен жасап беремін, мен сол көлікті жүргіземін. Анау қолды нетеді, Қытайда заказ беріп, бізде Қазақстанда орнатып отыр. Соны біз Қазақстанда жасай алады ғой.
тек қана оны официально елдің алдына паш етіп міне біздің Қазақстан осындай жасап жатыр деп, иә. Сол көлік Бәленбай автопром, ана Kia Motors басқан. Қазіргі келген министр Светлана Жайықова, ол кісі бір табан жақын мүгедектікке. Оны жасырмай айту керек. Мен ол кісіге әр сауалымды, әр нәрсемді бүйтіп осы сұхбаттан кезде, ол кісі біз екеуміз бір тілде сөйлесеміз. Иә, демек ол кісі хабар бар, демек ол кісінің көзқарасы да дұрыс. Мен әр сауалым айтады, мынау былай жасалынады, давай осылай жасайық. Жаңа автопром бойынша Kia Motorsқа барайық, жасайық деп. Бұл жерде мен бір нем бар еді, было бы желание деген. Адамның өзінің бір несі болса, қазақша айтқанда қалауын тапса қалауын, иә, қалауын тапса, өзінің ішкі мен осыны жақсы деген бір сөз бар ғой, жақсы деген. Вот сол болатын болса, ол міндетті түрде сіз айтып отырған әр мемлекеттік орган оны ойымдайды. Сол сөзді естемей отырық қой, жақсы деген сөзді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қазір мазалап жүрген ең басты сауалдарды айттық қой деймін, иә? Енді бұл мемлекеттік органдар туралы айтып жатырмыз, иә? Енді жаңа өзіңіздің қызыңыздың мысалында айтып қалдыңыз ғой, жалпы негізгі ресми проблемалар айттық, ал қоғам тарапынан да әлі де мүмкіндігі шектеулі азаматтар толыққанды қабылдамайды. Бұл сөзіме келісесіз бе? Келісемін. Ол болады. Енді мен сізге жаңада айтып отырмын. Университет, мен басқа жерде айтпай қалған, университет. Оны айтып отырған. Жоғары білімді мамандар жиналған орта. Ол жоғарғы білімді мамандар, ол ғалымдар. Ол былайша айтқанда косвенно ел тағдырын жасап отырған азаматтар, ел азаматтарын тәрбиелеп отырған азаматтар, қоғам тәрбиелеп отырған азаматтар. Маған сондай сөз айтып отырса, сен биомусорсың ғой деп. Иә? Оны басқадан не күтеміз? Бірақ бірте-бірте, мысалы, мен айтайын, 2016 жылы мен мүгедек болып бастадым ғой. Сол кездегі көзқарас пен қазіргі көзқарас екеуі жермен көктей. Қазір дұрысталды ма? Келе жатыр соған. Түсінікті. Енді тақырыптың тағы бір тарапына ауысайық сұхбаттағы. Ол да сіздің биографияңыздан алынған дүние. Сіз 2003 жылы Алматыдағы энергетика және байланыс институтын автоматты электр байланыс мамандығы бойынша бітірдіңіз, иә? Үнемі осы өткенде интернет мәселесі болғанда да сіз біраз мамандардың мазасын алып жүрсіз ғой, айналайын мен білемін ғой, енді осы салада жұмыс істеген адаммын ғой деп өзіңіз жаңа айттыңыз. Елдегі бір монополист компанияда жұмыс істегеніңізді. Жалпы осы интернет итшілеп тұрған Қазақстан интернет қатысты мен депутаттық сауал жолдағанда да әлде күресіп жатырмын. Елімізде 1000-нан астам ауылда интернет жоқ дедік. Бұрынғы вице-премьері болған Алтай Көлгіновтің өзі Қазақстандағы 3000 мектепте интернет жоқ деді. Бірақ соған қарамай біз электронды күнделік дейміз, электронды журнал дейміз, толтырып электронды енгізіп тастадық. Бірақ беріп жатқан интернетің жоқ елдегі. Енді сізге маман ретінде сұрақ. Токиодан оздық па? Токио қайда, біз қайда? Ол маман ретінде осы логиканы түсіндіріп беріңізші. Біз сынаймыз, түсінеміз. Сіз ақпарат саласының осы интернеттік байланыс саласында қаншама жыл еңбек еттіңіз ғой. Негіз бар ма еді сол сөзге? Негіз болатын еді. Егер сол 5G-ді біз тура сол 5G-ға жұмыс еткенде. Мен маман ретінде айтайын. Мынау құрылғы, бұның ортасында жалпы мынау 4G-ға жауап береді. Тура осындай 5G-ға жауап беру керек. Бірақ біз не істейміз? Біз мына ішіндегі суын ғана ауыстырамыз, стақанды ауыстырмаймыз. Біз айтамыз, мынау 5G болды деп. Тура солай. Мына антеннада фидер деген бар. Ол 4G болып тұрған кезде, мына несі покрытие дейді, зона покрытиясы, 2000 метр, 2 километр. 2 километрге дейін ұстайды? 2 километрге зона покрытиясы. Әр 2 километр сайын базалық станция қойды. Базалық станция 25 километрға дейін қойды әлгі қалааралық байланыс кезінде. Енді бұлар естеттігі, мен мысал ретінде фидерін ғана ауыстырады, 5G-дікін қояды. Мыналар енді 4G-дік қой, оныкі 2000-нан 200 метрге ауысып қояды. 200 метр. Ал енді сен ол жақсы жұмыс істеп тұру үшін сен әр, мысалы, көше ғой, әр көшеде бір базовый станция қойын керексің. Енді министрлік бе дейді, министріміз. Біз штрафовать етіп жатырық деп сөйтеді. 400 миллионға штрафовать етіп жатырық, 500 миллионға. Жоспар жасады, біз келесі жылы 700 миллионға штрафовать етеміз деп. Ондағысы әлгі анау алған 4 миллиард преференция ғой.
соның орын жабу ғой. Иә. Ал енді мен оператор ретінде айтайын. Маған проще 400 миллионды штраф төлей салу, чем әр көшеге 65 миллионнан мен базовый станция қойғанымша. Түсініп тұрсыз ба? Ал сапа қайдан болады осы? Ол бір. Екіншісі, шетелдік неше түрлі проект Waterhouse деген неше түрлер қояттағы. Анау қарапайым сапаны жасап жүрген монтерларды қысқартады. Станцияда құрылғымен жұмыс істеп отыратын инженерларды қысқартады. Дала кезіп кабель тартып жүрген цехтың жұмыскерлерін қысқартады дағы. Ол бәрінің автоматтанып жатқанының көрінісі емес па? Жоға. Енді сіз абонент телефон істемей қалған кезде абонент жасау керек. Енді монтер барып жасайды ғой кабельді. Оны жасайтын адам болмаса кім жасайды оны? Не? Бізге главное сату. Сату, ақшасын алу болды. Ал ана жерде не болып жатыр? Қандай сапа болып жатыр? Қандай қызмет беру керек? Е, мәселе міне сонда. Біздің елдегі мынау интернет бағасының тарифтерін қымбаттауына мен қарсымын. Қазір тергеу жүргіземіз, ойбай деп жатыр ғой. Бұлар баяғыда жүргізу керек нәрсе. Маман ретінде тарифтік баға біздегі мүлдем ақылға сыймайды ғой. Міндетті түрде. Жақсы. Енді осы ақпарат саласы маман ретінде айтыңызшы. Starlink жүйесі. Өткенде қызық болды. Аманаттың жанында кеңесінің төрағасымын ғой мен. Сол кезде жаңағы мектептерді, нелерді, креативті индустрияның негізінде жаңағы интернетпен қамту туралы айтып жатырық та. Десе оқу ағарту вице-министрі айтады. Нартай Аралбайұлы, осылай біз енді мынау барлық мектептерді жаңа өзіңіз айтып жатсыз, 3000-дай мектепте интернет жоқ деп, соларды интернетпен қамту үшін Starlink жүйесін пилот түрде енгізейін деп жатырық дейді. Сосын мен жаңағы цифрлық даму вице-министрін шақырып алғым. Мен айтам, айналайын. Сіздің кеше министріңіз ғана Starlink бізде тексерілмеген, біз оған рұқсат бермейміз дедіңдер ғой. Мына жерде мына министрлік пилот түрде режимде өткіземіз дейді. Сендер өзара ақылдасасыңдар ма жоқ па десем. Екеуі де тығырыққа тіреліп қалды да. Starlink несімен қауіпті? Басқа мемлекеттің, басқа шетел адамның жасаған несі ғой. Гениальный дүние деп айта аласыз ба? Керемет гениальный дүние деп айтпаймын, бірақ бұл жақсы шешімдердің бірі. Бұның алдында да радиоұзартқыш, бұның алдында да жаңағы сымсыз жылжымайтын ақпарат дейді, передачадан. Жылжымайтын жаңағы интернет желісін ұйымдастыруға арналған құрылғылар болған, оның Starlink. Бұл қазіргі мына түрін неге қашып отырған мен білмеймін. Бәрі Масктың нелері ма сол? Иә. Илонның? Иә. Сол кездегі жасалған нәрсе. Ол да Starlink қой. Егер мен қателессем бір ала кешесін. Бірақ дәл осы аппараттан қашып отырмын. Иә, сол аппараттан қашып отырмын. Ал енді егер ол қауіпті дейтін болса, қауіпті жағын айтсыншы неге? Техникалық тұрғыда. Иә? Немесе айтсын, біздің бір базаларымыз ұрлап алайын деп отыр бұлар. Бір себебін айтсын. Ақпараттарын алсын. Ол мүмкін емес. Өйткені әр РТШ дейді, радиожиіліктік спектр. Әр мемлекеттің өзінің радиожиіліктік спектрі болады. Бұл жалпы әлем бойынша спектр ғой. Соның әр мемлекетке бөлінгені бар. Әр мемлекеттің ортасында, мемлекет мысалы Қазақстан үшін, әр операторға бөлінген бар. Әр қызмет түріне бөлінген бар. Енді қара айтайын. Жаңағы сымсыз байланыста, жаңағы Starlink'та, ол радиожиіліктік спектрмен жұмыс істейді ғой. Бұл жерде соны қарау керек. Радиожиіліктік спектрда біздің Қазақстанның диапазонына келетін болса, ол неге жұмыс істей бермеске? Алып кете алмайды дейсіз ғой базаны? Алып кете алмайды. Онда неге ресейлік телеграм ботта сіз бен біздің бүкіл мәліметіміз жүр, бала шағамыздың бәрін? Ол ашық ақпарат болып тұр ғой. Біздің қазір Тансәуле Сереков деп набирать етіңізші интернетте. Бүткіл ақпарат шығады ғой, бәрі шығады ғой. Ол бір ақпарат ұрлық қажеті жоқ, бәрі дайын тұр ғой. Жақсы. Осы тұрғыда қысқа нұсқа сұрақ. Енді ақпараттық тұрғыда мынау ақпараттық технологиялар байланыс саласында енді бір жағынан сіздің коллегаңыз болып қалады ғой енді. Илон Маск гений ма? Туа біткен гений деп айта алмаймын. Иә. Бірақ өзінің дәуіріндегі азаматтың бар. Енді мүлдем ақылға сыймайтын нәрсенің бәрін жүзеге асырып жатыр ғой енді. Жақсы. Оны мойындауымыз керек. Бағана айтып қалдық қой, сіздің пікіріңізді білгім келеді. Қарағандының тумасысыз ғой, ертең Қарағандыға барасыз осы.
Қарағандыда үнемі қаралы хабар келетін мынау шахталар ғой, соңғысы мына Костенко шахтасындағы үлкен апат болды. Одан кейін мінекей ArcelorMittal Теміртау кетті, орнына Қармет келді, Андрей Лаврентьевтің Қарметі келді. Бұл жағдай жақсартады деп ойлайсыз ба? Сол жақтағы сайлаушыларыңыздың, елдің көзқарасы қалай бұған? Уақыт көрсетеді. Енді бұл елдің азаматы емес болса, әр елге сол елдің азаматының ғана жанашиды ғой. Ал енді біздің елге тек қана табыс көзі болып қабылдап, сол шахтерларды құл көрген азамат, ол мемлекетке жанашиды деп ойламаймын мен. Енді Лаврентьевқа қатысты уақыт көрсетеді. Жақсы. Түйін. Біздің үнемі сұхбаттарды аяқтайтын ресми сұрағымыз. Бүгінгі күннің батыры кім? Қазіргі таңда ма? Бүгінгі күн. Мен үшін бір адамды айту керек па? Өзіңіз білесіз. Мен үшін бүгінгі күннің батыры өз ауруын жеңіп шыққан азамат. Жақсы. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамын. Осы азаматтардың, елдің әлеуметтік ахуалын түзеуге һәм олардың құқығының қорғалуына жасап жатқан еңбегіңізге мен табыс тілеймін. Үнемі қарапайым елдің құқығын қорғау тұрғысында тізе қосып ары қарай қызмет ете берейік. Жаңа жылдық жақсылыққа келсін отбасыңызға, амандықта жолыққанша деймін. Құрметті көрермен, келесі сұхбаттарда жүздескенше аман сау болыңыздар.